Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. 20 ғасырдың басында өлкеде қазақ халқын біріктіру мен болашақта мемлекеттік дәстүрін қалпына келтіру көздеген күшті ұлт-азаттық алаш қозғалысы пайда болды. Бұл қозғалыс дәуірдің жаңа талаптарына, шаруаларды жаппай қоныстандыруға, байырғы тұрғындардың қайыршылануына, дәстүрлі қоғам мен шаруашылықтың күйзелуіне, орыстандыру мен христиандыру саясатының күшеюіне және де тағы да басқасы жауап ретінде қалыптасты. Алаш көптеген түркі халықтарының, соның ішінде қазақтардың аңыздық ата-тегі, кейіннен ұлттық біріктіруші және тәуелсіз қазақ мемлекетін құру идеясының негізінде айналған атау. Алаш қазақ жауынгерлерінің жауға шапқандағы жалпыұлттық ұранына да енді. Бұл термин сонымен қатар адамдар бірлестігінің халық дегенді қазақ сөзінің баламасын білдірген. Алаш қозғалысының бастауында оқыған қазақ зиялылары тұрды. Алаш идеясы алаш көшбасшыларының еңбектеріне баяндалған кейбір қағидалар төңірегінде қалыптасты. Ал қағида бойынша біріншіден жер қазақ халқына тиесілі, мұра, оны жекеменшікке беру мен сату туралы сөз қозғалу мүмкін емес. Екіншіден жер үсті мен жер астындағы бар байлық қазақ мемлекеттілігінің идеясына қызмет етуі тиіс. Үшіншіден Қазақстан толық экономикалық еркіндік алуы, шикізат өндірісінен жергілікті дайын өнім өндіретін өнеркәсіпке өту керек. Төртіншіден мемлекетке қазақ тілі, мәдениеті, діні, ғұрыптар мен салт дәстүрі үстем болуға тиісті. Бесіншіден ұлттық мемлекет ғылымға, басқа мемлекеттер жетістігіне, ұлттық дәстүрлер мен ғұрыптарға негізделуі керек. 1905 жылдың желтоқсанында Орал қаласында 5 облыстан қазақ депутаттарының басы қосылған съезі өтіп, онда кадет партиясының қазақ филиалының құру әрекеті жасалды. Ол қазақ халқының ұлттық мүддесін қорғауға тиісті болды. 1906 жылдың ақпанында Семейде кадеттерге жақын бағдарламаны қабылдаған екінші қазақ съезі өтті. Съезд қорытындысында қазақтардың ұлттық мүддесін қорғауда қарастырған баптар енгізілді. Бағдарлама бойынша дін еркіндігі жарияланып, өлкеде басқа тілдермен қатар қазақ тілін қолдау айтылды. Съезге қатысушылар қазақ балаларына арналған мектеп, медреселер мен университеттер ашуды, Ресейдің ішкі аудандарына шаруаларды, Қазақстанға қоныстануды шектеуді талап етті. Сонымен қатар қазақтарға орыс тұрғындарымен тең дәрежелі құқықтар беру туралы талаптар да қойылды. Дегенмен, ол кезде ұлт зиялылары дербес партия құра алған жоқ. Бұған Ресей мемлекеттік думасын сайлау, бірінші орыс революциясының жеңілгеннен кейін басталған патша үкіметінің жазалауы кедергі келтірді. 1905 жылы патша манифесімен сөз және баспасөз бостандығы жарияланды. Бұл Қазақстанда алғаш демократиялық басылымдар мен газет-журналдардың жарық көруіне мүмкіндік берді. 1907 жылы Санкт-Петербургте алғашқы ұлттық қоғамдық саяси серке газеті шығарылды. Бастапқы кезде татар газеті ультифатқа қосымша ретінде және де Қосшығұлының қамқорлығымен қаржылай көмегімен шығып тұрған еді. Бірақ патша жазалауының басталуына байланысты газет жабылып қалды. 1913 жылдан бастап Орынборда жалпыұлттық қазақ газеті шығарыла бастады. Газеттің негізін Ахмет Байтұрсынов қалады. Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы оның белсенді авторлары болды. Әр номердің орташа таралымы 3000, кейде 8000 данаға жетіп қалатын. Газет тез арада халықаралық маңызға ие болды. Ол халықаралық жағдайда жүйелі түрде талдау жасап, түрік дүниесінің мұсылмандар қозғалысының тағдырымен қадағалап отырды. Газет беттерінде шығыс әйелдердің азаттығы мен теңдігі қамтамасыз ету, халық ағарту мәселелері көтерілді. Қазақ халқының егіншілік кәсібіне де үйрете отырып, шаруашылығын сақтап қалу мәселелері белсенді түрде талқыланды. Басылымдардың басым бөлігі тіл, әдебиет, тарих және де этнография мәселелеріне арналды. Басылым тұрғындар арасында зор беделге ие болды. Қолдан қолға бір ауылдан екінші ауылға көшіп жүретін газет халықтың үздік өкілдерінің топтастырған басты ұлттық саяси және де ғылыми әдеби басылымға айналды. 1917 жылы ақпан революциясы қазақ ұлттық зиялыларының өз халқының құқықтарын қорғау жолында қызметін жандандыра түсті. Бірінші дүниежүзілік соғыс барысында бейберекетсіздік, қазақтардың тыл жұмысына шақырылуы, уақытша үкіметтің құрылуы қазақтардың өзара ұйымдасуы қажеттілігін тудырған болатын. 1917 жылдың жазында Орынборда өткен бірінші жалпы қазақ ұлттық саяси алаш партиясының құрылғандығын жариялады. Партияның көшбасшылары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов және тағы да басқа халық өкілдері еді.
Жаңа партия бағдарламасының мәтіні Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатұлы, Жүндібаев, Ғұмаров тағы басқасы дайындады. Бағдарлама 10 бөлімнен тұрды. 1917 жылдың 21 қарашада жалпыұлттық қазақ газеті жарияланды. Партияның негізгі мақсаты Ресей Демократиялық Федеративтік Республикасы құрамындағы қазақ автономиясын құру деп жарияланды. Жоба авторлары мемлекеттің жоғарғы органдарын құрудың жолын ұсынды. Үкімет басында учредительное собрание мен мемлекеттік дума қалауынша кесімді жылға сайланатын президент болу. Президент халықты министрі арқылы бағу. Ол министрлер учредительное собрание мен мемлекеттік дума алдында жауапты болу деп атап көрсетілді. Алаш партиясы бағдарламасының авторлары демократиялық сайлау жүйесін ұсынды. Депутаттар сайлау жасырын дауыс беру жолымен жалпыға бірдей тең, төте және де құпия өткізілуі тиіс болды. Бағдарламада автономияның ұлттық қағида негізінде құрылатыны айтылып, Россия Республикасына дінге, қанға қарамай, еркек әйел демей адам баласы тең болу, жиылыс жасауға, қауым ашуға, жария сөйлеуге, газет шығаруға, кітап бастыруға еркіншілік делінген. Бұл Алаш партиясының ең демократияшыл ізгілікті идеялары еді. Дін мемлекеттен ажыратылды. Соған қарамастан ұлттық сот әдет-ғұрыптық негіздері есепке алынатын болды. Алаш партиясы өз әскерін құру, кедей тұрғындарға көмек көрсету, білім беруді жан-жақты дамыту, аграрлық қоныстандыру мәселелерін шешу міндеттерін қойды. Бағдарламада жер қазақ халқының иелігінде деп атап көрсетіліп, жерді сатудан мүлдем бас тартылды. Сот жүйесінде билер сотын сақтау мен өкілеттіліктері сотын пайдалану ұсынылды. Әскери сала бойынша қазақ милициясын құру керек делінді. Салық саласында ауқатты көп кедей аз төлесін деген қағида ұстануға тиісті болды. Мектеп болашақта толық автономия алу керек делінді. Алаш ел ішіндегі беделді партияға айналды. Оның айқын дәлелі 1917 жылдың қарашасында құрылтай жиналыста өткен сайлау партиясының көпшілікке дауысқа ие болып, 43 депутаттық орынды иеленген еді. Бұрынғы Ресей империясы аймағында тіркелген 50 шақты партияның ішінде Алаш партиясы алған дауысы саны жағынан алдыңғы орындардың бірінде болды. 1917 жылы большевиктердің қазан төгерісін жағдайда едәуір өзгертіп жіберді. Алаш партиясының жетекшілері бағдарлама жобасын большевиктік қырғын теориялық әдіс емес, эволюциялық реформа жолымен жүзеге асыруды көздеді. Большевиктік өкіметтің салтанатты шеру басталып, Алаш партиясының құрамында ғылыми және де шығармашылық зиялылардың көрнекті өкілдері Тынышпаев, Жұмабаев, Құдайбердіұлы, Қарашев, Торайғыров, Ғаббасов, Ермеков, Досмұхамбетов және көптеген қоғам қайраткерлері енді. Партияға қоғамның әртүрлі салаларының өкілдері, студенттер, мұғалімдер, қызметкерлер, дін қайраткерлері және тағы басқа сыйынды. Алаш партиясы мен қозғалысының негізін қалаушылары мен қолдаушылар арасында белгілі орыс ғалымы және ағартушы Потанин де болатын. Қырғыздар арасында Алаш партиясының бөлімшесі ашылып, оған қырғыз халқының аса білімді және де көрнекті өкілдері енді. Алаш өкілдерінен кейін кеңес өкіметі қуғын-сүргінге ұшыратты. Шамамен алғанда партия мүшелерінің жалпы саны, оны қолдаушыларды есепке алмағанда 1000-ға жуық адамды құрайтын. Алаш партиясының мүшелері большевиктердің идеялары мен құндылықтарын қазақи жат құбылыс ретінде қарастырып қабылдамады.